Құрметті менің YouTube оқырмандарым, көрермендерім, біз бүгін қыркүйек айындағы ауыл экспириенс саяхатына, ауылға саяхаттауға шақыратын, шабыттандыратын, ауылды зерттеуге, тұрмысын дәріптеуге арналған осы бір жобаның аясында саяхатқа аттанамыз. Бір қызығы, біз кімдермен бірге барамыз және қай ауылға барамыз, және ол жерде бізді кім күтіп алады деген түрлі сұрақтардың айналасында қызықты сапар шегетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз жолға дайындалып жатырмыз. Біздің қонақтарымыз барлығымыз бірге көліктерге жайғасудамыз. Алматыдан шықпас бұрын таңғас ішіп алуды жөн көрдік және таңғас барысында қай бағытқа қарай жолға шығатынымызды бірге анықтаймыз. Дауыс беру нәтижесі бойынша біз шығысқа қарай Кеген ауданына жол тарттық. Айкараванмен бірге ауыл экспириенс жобасы аясындағы саяхатымыздың ең алғашқы локациясы Бартоғай су қоймасы. Достар, дәл қазір біз Дінмұхамед Қонаев атындағы Бартоғай су қоймасындамыз. Мына жерде өте әдемі. Қойларды қараңыздар, ешкілер жайылып жүр. Әне міне дегенше түскі ас уақыты да таяп қалыпты. Жолай Көкпек ауылына тоқтадық. Дәл осы жерде ауыл тұрғындарының біздің көліктерді қызыға түсіріп жатқанын байқай аласыздар. Себебі біздің арнайы көліктерімізде Айкараван, хочу ауылға деген жазулар тұр. Мына жерде қойдың жүндері жатыр екен. Бұны өңдей ма? Бұл қойдың жүні ма? Кім біледі достар, қойдың жүні ма? Сапар барысында жеген әр тамағымыз есте қалады. Осы Көкпек ауылының лағманы өте дәмді екен. Дрон түсірілімдерін жасау мақсатында осындай бір әдемі жерге тоқтадық. Толғанай әпке жолда аялдап аттардың жайылып жүрген көрінісімен домбыра шертпек болды. Бірақ көріп тұрғандарыңызда екі дәу темір бағаналар сәйкес келмеді біздің контенттер үшін, өнімдер үшін. Сол себепті бұл жерде ештеңе түсіре алмадық. Потому что мына темірлер онша емес. Алматы облысына жасаған саяхатымыздағы келесі бір локация Құртоғай шатқалы. Бұл шатқал Шарын шатқалының бір бөлігі болып есептеледі. Өзімнің телефоныммен барша кадрлар түсіріп жатырмын, бірақ енді анық бір кино сияқты барлық әсерді, барлық әдемі көріністі жеткізу мүмкін емес. Қараңыздар. Ауданында 34 ауыл бар екен. Кадрдағы әдемі ауыл Жылысай ауылы, бірақ біз бұл ауылға тоқтаған жоқпыз. Бестөбе су қоймасына келдік. Қараңыздар. Қандай әдемі. Табиғат аясындағы кешкі ас бойымызға керемет сіңді. Жататын жер қай ауыл болады? Қарасыз ба? Қарасыз ба Жататын ауыл мақсатымызды анықтайық. Жататын жер мақсатымыз ба, мақсат ертең не істейміз? Я предлагаю там, где на рассвете Тұзкөлде, там Где? Тұзкөл? Два таких. Нас таких двое. Видеоға түсіндіңдер. Онда мақсатымыз анықталды, я? Қарасаз ауылына барамыз деп дауыс бергеннен кейін енді тоқтайтын үйді табу ғана қалды. Барлығымыз іздестіруге көштік. Достар, біз түнделетіп Қарасаз ауылына келдік. Қонақжай отбасылар көп екен. Бірден осы жақтың тұрғындарына шығып, қонатын үйді тауып жатырмыз. Бір емес бірнеше адамдар ұсынып жатыр. Қазір енді бөлініп, сол үйлерге барып түнейміз. Бұл ауылдың бір ерекшелігі, бұл Мұқағали Мақатаевтың туған жері. Бұл ауылдың кез келген баласынан осы
Мұқағали Мақатаевтың өлеңін сұрасаңыздар жатқа айтып береді. Сондықтан келіңіздер, тарихи ауыл. Қарасаз ауылына кірген бетте қонақжайлықпен Балауса ханымдар ақ дастарханын жайып бізді күтіп алды. Шай үстінде Қарасаз ауылының тұрмыс тіршілігімен тереңірек таныстық. Мәдени алмасу деген осы шығар. Және Қарасаз ауылының тұрғындарының ерекше қонақжай екендігіне тағы да бір көзіміз жетті. Қазіргі біздің күйіміз тойдан бүкіл туысқандарым болып қайтап бір үйге барып қонасың ғой, дәл сондай бір абыр-сабыр түсіп жатыр. Біз үйге келіп жатырмыз. Үйге қонақжайлықпен орналасамыз. Біз Қарасазда екі үйге бөліндік. Бұл үйде біздің жарты команда мүшелері қонды. Осы жерден алыс емес жерде біз қондық және 4 жарымда тұрып, тез арада дайындалып, түсірілімге баруға дайын тұрмыз. Ең қызығы бізді таңғалдырған жайт, дәл осы біздің команда мүшелерінің жартысы қонған үй Мұқағали Мақатаевтың өзі тұрған үйі болып шықты. Ал енді ойлап қараңыздар, бір ғана саяхаттан қандай әсерлер, қандай эмоциялар мен жаңа ашылуларды біз бастан өткеріп жатырмыз. Таңда ерте тұрып, барлығымыз Тұзкөлді көруге асықтық. Себебі хан тәңірі шынының әдемі бейнесін, көрінісін тек таңғы уақытта байқай аламыз. Әлемнің түкпір-түкпірінен туристер осы көріністі көруге асығады. Кейде хан тәңірі шынын төбесін бұлт торлап, бұл көрініс көрінбей де қалады екен. Ұлттық аспаптармен табиғат аясында әдемі кадрларды жасаған Толғанай әпке осы саяхатымыздың сәнін келтірді. Мұқағали Мақатаев туған жерінің әдемілігін өлең жолдарымен жеткізсе, біз оны тек дрон арқылы түсіріп жеткізе аламыз. Әрмен қарай біз Қарасаз ауылындағы Мұқағали Мақатаевтың әдеби мемориалды мұражайына кірдік. Мұражай 1991 жылы ашылған. Қазіргі таңда 734 экспонат бар. Мұқағали Мақатаевтың өзі пайдаланған кітаптары, өлеңдерінің қолжазбалары, тағы да басқа да қолданған заттары сақтаулы. Қарасаз ауылында біз осы ауылдың ақсақалы Әділжан көкенің үйінде қонақ болдық. Және осы бір сұхбат, осы бір әңгіме біздің мәңгі есімізде сақталады. Ол ауданның әкімдерін түгел жұмылдыратымыз ғой. Республикаға шақырамыз ғой. Келген қонақ бізді жамандап кетпейді, аудан жамандап кетеді. Соңында қонақ сендерді жамандап кетеді. Керісінше сондықтан ауылға келген қонақ ауданға келген қонақ. Сіздердің намыстарыңыз. Жатыр әлім күн гүлімді бұлбұлым деп жайған жапырағым күн гүлімді бұлбұлым деп талдары жайған жапырағым Ауыл Experience саяхаты өз мәресіне жетті. Қарасаз ауылы әр қатысушының, әр саяхаттаушының жүрегінен орын тапты. Қарасаз менің де ең сүйікті ауылым. 28-і кешке біздің сапарымыз аяқталды. 2 күнге созылған сапар болса да, 1 апта, тіпті 1 айда алатын эмоцияның барлығын алдық. Тіпті 1 ай үйде жатқанда, жалпы күнделікті күйбе тіршілікте бұндай әсерді алмас едік. Қаншама таныстықтар, қаншама жаңа жерлерді, көріністерді тап осы Алматы облысында тұрып жатсақ та, Алматы облысының бұндай әдемі көрікті жерлері барын білмеген екем. Біздің сапарымыз өте керемет өтті. Осы менің влогымды аяғына дейін қараған болсаңыздар көп рахмет. Сау болыңыздар.